Ұлттық қор балаларға бағдарламасы әрбір баланы қаржылай қолдау және тең мүмкіндіктермен қамтамасыз ету мақсатында әзірленген. Балаңыздың бағдарламаға қатысуын қалай тексеруге болады? Егер балаңыздың осы бағдарламаға қатысу мәртебесін білгіңіз келсе, Kids NPF сайтына кіріңіз. Баланың ЖСН-ын тиісті жолаққа енгізіңіз. Тексеру батырмасын басыңыз. Экранда балаңыздың бағдарламаға қатыса бастаған есептік жылы, сондай-ақ нысаналы талаптардың жалпы сомасы ақш долларымен немесе теңгемен көрсетіледі. Назар аударыңыз, балалар 18 жасқа толғанға дейін нысаналы талаптар мен инвестициялық кіріс олардың атына есептеледі, бірақ пайдалану құқығы берілмейді. Сондай-ақ нысаналы талаптардың әр жылғы түсімін көруге болады. Ол үшін баланың туған жылын енгізіңіз. Оның Қазақстан Республикасының азаматы болған жылын көрсетіңіз. Тексеру батырмасын басыңыз. Экранда әр жыл бойынша есептелген қаражат пен өткен жылы есептелген инвестициялық кіріс көрсетілген кесте пайда болады. Қаражат сомасын ақш долларымен немесе теңгемен көруге болады. Бұдан бөлек сайтта нысаналы талаптар мен жинақтардың қалыптасу тарихы ұсынылған. Онда жылдар бойынша есептелген сомалар, инвестициялық кіріс, нысаналы жинақтардың бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы шотқа аударылған жылы көрсетілген. Бағдарлама туралы толық ақпарат алу үшін Ұлттық қор балаларға бөліміне өтіңіз. Бұл бөлімде бағдарлама туралы толық ақпарат, ата-аналар мен қатысушыларға арналған ұсыныстар, өзекті жаңалықтар, жиі қойылатын сұрақтарға жауап ұсынылған.